Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Мен Айолым Марс қызы. Бүгін сіздерге көптің сұрауы бойынша осындай резин-арт техникасы бойынша жасалатын сағатты үйрететін боламын. Бұнда біз теңіздің эффектісімен жасадық. Толықтай үйренгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Енді бізге қажетті заттар. Бұл ең бірінші перчатка. Мен өзім перчатканы киіп алдым. Одан кейін маска. Масканың кішкене жақсы түрін алсаңыздар болады, болмаса осындай түрін болады. Одан кейін алжапқыш міндетті түрде киімімізді бүлдіріп алмауымыз керек. Сосын осындай көзілдірік керек болады. Көзінде аллергиясы бар жандарға. Біздерде 40-40 МДФ материалы осындай отверстиемен алған болатынмын, қыздар. Бұның үстін мен өзім лакпен лактедім. Сіздер осылай отверстиемен заказ берсеңіздер болады. Оны қазір видеоның соңына қарай түсіндіретін боламын. Менде осындай таблица бар. Осы таблица бойынша жасайтын боламын. Сіздер скрин жасап алсаңыздар болады осы таблицаны. Картинкаға да жарай беретін болады. Одан кейін бізге ең қажетті бұл эпоксидный смола, двухкомпонентный, қасындағы кішкентай отвердитель, үлкені смола. Одан кейін ол смоланы өлшейтін бізге таразы қажет болады. Содан кейін осындай одноразовый стакандар қажет болады. Үлкен түрі бұл смола мен отвердительді бірінші араластырып алуға. Одан кейін түрлі түске бөліп құямыз, осындай кішкентай стакандарға құятын боламыз. Оны араластыру үшін осындай суши палочкаларын болсын, медициналық палочкаларды қолдансаңыздар болады. Одан кейін эпоксидный смола тиіп кеткен жерді осындай дымқыл губкамен немесе влажный салфеткамен сүртіп жіберсеңіздер болады, өздеріңіздің тазалықтарыңыз үшін. Одан соң бізге осындай қағаз скотч қажет болады, планшетіміздің жанына жабыстыру үшін. Енді жағамызға қолданатын заттармен таныстыратын боламын. Оған әрине ең бірінші бізге красительдер, теңізге көк, бирюзовый және толқынның түсі үшін порошок алған болатынмын. Міне қыздар, әртүрлі фирмадан алсаңыздар болады, өздеріңізге қайсысы ыңғайлы. Мен төменде барлығын ссылкасын қалдырып кететін боламын магазиндердің. Осындай ақ түсті қолдансаңыздар болады. Және жағаға, құмға осындай қоңыр түсті қолдансаңыздар болады. Планшетіміздің түзеулігін анықтау үшін осындай уровень қолданамыз. Болмаса көзбен түзеулігін анықтасаңыздар болады. Қыздар, толқынның эффектісін міне осы порошок шығаратын болады. Бұны мен бірінші рет заказ беріп тұрмын. Бұрын мен ақ красканы қолданатынмын. Осы порошокты қолданып көргем. Одан кейін осындай жағажайға арналған құм сатады. Және осындай тастарды да төменде берілген ссылкадан сатып алсаңыздар болады. Сосын жағажайға осындай ракушкалар алған болатынмын. Сіздерге теңіз жақын болса, осындай ракушканы өздеріңіздің жақын өзендерден тапсаңыздар болады. Бірақ біздің Қазақстанда жоқ сияқты. Шариктерді жару үшін қыздар, осындай горелканы қолданатын боламыз. Үй жағдайында осындай кішкентай горелканы қолдансаңыздар болады. Толқынымызды үру үшін қыздар осындай фен қолданатын боламыз. Строительный фенді да қолдансаңыздар болады.
қыздар, мен планшетімді осындай китайский краскамен краскілеп алдым. Ең алғаш осындай түс болған болатын менде. Негізі грунтта алсаңыздар болады. Грунтта алған түрін сатып алсаңыздар қымбатқа шығады, сондықтан осындай түрін алып, үстінен өстіп краскамен краскілеп алсаңыздар болады, немесе грунттап алсаңыздар. Бұның екі жағында краскілесеңіздер болады, мен тек бір жағын краскілеген болатынмын. Міне қыздар, астына осындай материал сатады, арнайы сағатты қою үшін. Егер сіздерде бұндай материал болмайтын болса, осындай одноразовый стакандарды аламыз. Осылай етіп қойып шығатын боламыз. Планшетіңіз кішкентай болса 3, үлкен болса мен секілді 4 істесеңіздер болады. Менде енді материал болғандықтан мен өз материалымды қолданатын боламын. Сіздерге көрсетіп жатқаным қыздар. Осылай тегіс жан-жағын осылай тегістеп дұрыстап өлшеп қойып аламыз. Өйткені смаламыз бір жағына ағып кетпеу үшін бірінші планшетімізді дұрыстап алатын боламыз. Енді қыздар, бұл материалымыздың шет жақтарын осындай скотчпен, қағаз скотчтеп алатын боламыз. Смала тиіп кетпеу үшін, МДФ-імізді бүлдірмеу үшін сағаттың тұратын жеріне де осылай скотчымызды жабыстырып алатын боламыз. Содан кейін барып, ортасын тесіп алатын боламыз, смала төменге қарай ағу үшін. Енді жан-жағын осылай скотчтап алатын боламыз. Бұл біздің материалымыздың жанын смала аққанда бүлдірмеу үшін осылай қорғайтын боламыз. Мұқият бірінші шетіне түзеу етіп жабыстырып аласыздар, жоғарына шығармай. Астын осылай майыстырып жабыстырып тастайтын боласыздар. Бұл скотчты алу оңай. Менің скотчым көп тұрып қалған ба, кішкене дұрыс жыртылмады. Сондықтан кішкене маған қиындық туғызды. Содан бөліп жабыстырған болатынмын қыздар. Сіздер жаңадан алсаңыздар, ондай болмайды деп ойлаймын. Менде үйде болғасын сол скотчпен қолданған болатынмын. Осы жерде қыздар сіздерге айтып кетейін, бұндай материалды сіздер өздеріңіздің қалаларыңызда мебель жасайтын адамдар болса, соларға заказ беріп кестіріп алсаңыздар болады. Ол сіздерге более арзан шығатын болады, басқа жерден заказ бергенше. Сосын үстінде ақ түрімен материал сатылады, бірақ олар 3000 теңге, 2800 сондай суммада болады. Ол сіздерге қымбат шығып кетеді. Мен осындай боялмаған түрін алып, бірден краскамен краскілеп алдым. Ол краска сіздерде тағы қалады. Сіздер өстіп материалды өздеріңіздің қалаларыңыздан тауып алсаңыздар болады. Арзанға шығады. Менің материалымның диаметрі 40-40 болды. Ал қалыңдығы 6 мм қыздар. Бұл МДФ материалының артында рамкасы бар, сағатқа арналған рамкасы бар түрлері сатады. Сонысына қарай ол қымбаттай беретін болады. Бұндай материалда жақсы, сағат жарда жақсы түзеу тұрады. Мен өз үйімде бар сағатын осындай материалдан жасап алған болатынмын. Әлі күнге шейін ол тегіс тұр, ешқандай қозғалған жоқ. Неғұрлым арзан шықса, соғұрлым өздеріңізге пайдалы болады. Міне қыздар, өстіп орап алған болатынмын. Енді сыртынан кішкентай қағаз скотчпен тағы бір жабыстырып шығатын боламын. Ол бізге не үшін керек қыздар? Ең бірінші сіздер смаланы бірінші рет құйып жатсаңыздар,
сол кезде смалаңыз жан жаққа ағып сіздің картинкаңызда тұрмауы мүмкін. Ең бірінші осылай жабыстырып қоямыз жан жағына, сонда смалаңыз ортада тұратын болады. Содан кейін фенмен кішкене үрлеп, содан осы скотчты, жаңағы кішкентай сыртынан жабыстырған скотчымызды алып тастасаңыздар, смала кішкене қоюланғаннан кейін жайлап өзі ағып әдемі болатын болады, әдемі эффект беріп жанына. Енді мен бұл материалды алған жоқпын, өйткені мен бұны түнде жасағандықтан мен оны күтіп отыра алған жоқпын. Бір-екі сағатта қатқаннан кейін алып тастау керек болатын. Мен келесі күні алған болатынмын. Енді өстіп одноразовый стакандарымызды қойып аламыз. Неше түске бөлесіз, қандай түстерді қолданасыз, алдын ала ойланып аласыздар. Сосын өстіп стакандарымызды дайындап, смаламызды құятын боламыз. Сағатты бастағаннан кейін қыздар, еш нәрсеге алаңдамауымыз керек. Осы сағатпен 1 сағат болсын, 2 сағат болсын, сіздің үйренуіңізге байланысты. Енді менде 1 сағат көлемі кететін болады. Сіздерде мүмкін 2 сағат болар. Ол уақытта тек осы затпен шұғылдануыңыз керек, басқа затқа алаңдамауыңыз керек. Өйткені смала тез қатып қалады, сіздер уже өзгертіп үлгермей қаласыздар. Смаланы қалай құйсаңыз да, қандай түспен құйсаңыз да, сізге үйлеспей қалдау дегенмен, ол қай кезде де әдемі шығады, сондықтан қорықпаймыз қыздар. Мен 300 деп айтқан болатын, басында спискті көрсеткен болатынмын. Мен қазір 200 қоятын болам. Сонына қарай уже ақ түстерді бөлек құятын болам. Бізде смала 201, ал отвердитель негізі 100 болу керек қыздар. Мен әдейі аз қоям, өйткені жылдам қатып қалғаны маған қажеті жоқ. Сондықтан мен 89 отвердитель қосқан болатынмын. Енді қыздар, осы отвердительді алғаннан бастап уже сіздердің маскаңызды көтереміз, өйткені иісі өте жаман қыздар. Мұқият осылай араластыратын боламыз. 3-5 минут аралығында араластырамыз. Сіздерде осындай бірінші ақшыл түсті болады. 3 минут, 5 минут араластырғанда уже қайтадан прозрачный болатын болады. Смаланы қолданған киімдеріңізді бірден жууға тастаңыздар қыздар, өйткені смала үстеріңізге сініп қалады. Қолданған барлық заттарыңызды лақтырып тастайсыздар. Перчатка, олар уже жарамайтын болады сіздерге. Балалы аналарға негізі қолдануға рұқсат берілмейді, кішкентай қыздарға. Бірақ мен жасап жүрмін. Бірақ бірінші қолдарыңызды жуып, жаңа киімдеріңізді ауыстырып қана балдарыңызға жақындасаңыздар. Және бөлмені желдетіп отырамыз қыздар, өйткені иіс бүкіл бөлмені алып кетеді. Міне қыздар, мен өстіп 4-еуге бөліп алған болатымы, стаканда да кішкене прозрачный смалам қалды. Оны қазір неге қолданғанымды айтатын боламын. Бірінші менде березовый түс болатын, одан 2 тамшы қосып мұқият араластыратын боламыз. Мұқият араластырып аламыз өйстіп. Түсін білу үшін осындай ақ стаканның жанына жақып білсеңіздер болады. Немесе планшетіңіздің үстіне жақсаңыздар да болады. Ол соңында байқалмай қалатын болады. Екінші осындай көк түсті қолданған болатынмын. Бұл менде жаңа краскілер. Бірінші 1 тамшы тамызып алдым қыздар, мен бұл түсті білмегендіктен бірінші 1 тамшы тамызып, одан кейін ашық болса тағы тамызып, солай түсін анықтайтын боласыздар. Мореңіздің түсін қандай түспен істейтіңіз, ол өзіңізге байланысты. Мен бүгін
осындай қоңыр, бирюзовый және көк түстерін пайдаланған болатынмын. Мен екі түрлі түсті көк красканы пайдаландым, қыздар. Басында менде екеуінің түсі бірдей болып кетті. Содан кейін соңғы жағында мен уже қою етіп құйған болатынмын. Енді қоңыр түсімізді қосатын боламыз. Қоңыр түс менде қоюлау түс. Менде бір тамшының өзі қою болып шықты. Енді сіздер қалай орналастырасыздар? Соны бірінші ең алғаш ойлап алыңыздар, қыздар. Мына жерге қоңыр, мына жерге көк, мына жерге бирюзовый түсті қолданам деп өзіңіз ойлап, немесе осы планшеттің үстіне карандашпен сызып қойсаңыздар болады. Мен үйренісіп қалғасын осылай қойып бастай бердім. Көзбен де болады, қыздар. Қалай қойсаңыз да әдемі шығады. Смала өзі осылай байқатпайды. Осылай мен палочкамен қозғаған болатынмын. Палочканы ізі қалмайтын болады. Бірінші көк түсті құйып алдым, қою көк түсімді. Одан кейін ашық көк түсімді құйған болатынмын. Ол маған қатты ашықтау сияқты болды. Үстіне тағы краситель қосқан болатынмын. Осылай мұқият араластырып, екінші көк түсімізді құятын боламыз. Бұл да бірақ маған бірдей түс секілді болып кетті. Сәл қоюлығы бар екен, бірақ қыздар. Осылай қолмен де істесеңіздер болады. Қолдарыңызды влажный салфеткамен сүртіп алсаңыздар. Келесі бізде бирюзовый түс болатын. Мен теңіздің жағажайды бөлек бөліп алдым басында. Сосын бирюзовыйды құйған болатынмын. Мен басында айттым 200 қойдым деп, қыздар. Одан кейін мен тағы бір 30 грамдай бирюзовый құйған болатынмын. Ол бирюзовыйым дәл сондай түс болып кетті. Бір тамшы тамызғанмын. Үстіне, бирюзовыйдың үстіне көк түсті құйдым. 1-2 тамшы көк құйған болатынмын. Сонда менде қою көк түс болып шықты. Қалған бөлікке қою көк түсті қолдандым, қыздар. Міне осындай қою көк түсті болды бирюзовый мен көк түсті араластырғанда. Осылай стаканымыздан түгел жан-жағынан түсіріп алатын боламыз. Қорықпай барлық жеріне осылай палочкамен жеткізетін боламыз. Міне, қыздар, енді шетіне бастайтын боламыз. Қоңыр түсті құямыз. Жаға секілді, құм секілді. Ең алғаш өстіп астына смаламызды құйып алатын боламыз. Планшетімді мен жоғарыға қойдым, сіздерге көрінікті
эффективді болу үшін менің планшетімнің диаметрі үлкен болғандықтан объектке сыю өте қиындау болды. Міне қыздар, қоңыр түсті осылай жағып алдым. Содан кейін барып, бетіне манағы құмымызды салатын боламыз. Сіздер бетіне салсаңыздар да болады, смалаға араластырып салсаңыздар да болады. Негізі бетіне салған шынайы секілді көрінетін болады. Одан кейін ракушкаларымызды жабыстыратын боламыз. Ракушкаларыңызды жабыстырған кезде қыздар, сағатыңыздың сандары қай жерде тұрады, соған мұқият болыңыздар. Сан тұратын жерде ракушкаларыңыз тұрмасын. Соны бірінші өлшеп аласыздар. Мен өйстіп 3 ракушканы салған болатынмын. Қазір мен сағаттың тілдерін өлшеп жатырмын. Міне осындай трафарет алып, бұл трафарет 1700-1800 сумасында болады. Осы мен сағаттың тілдерін қай жерде екенін анықтап алсаңыздар болады. Соларды анықтап, мен сағаттың сандары тұрмайтын жерде осындай ракушкаларды салған болатынмын. Одан кейін қыздар, мен тағы 30 грамдай өлшеп алдым. Оған белый түсті және кішкентай қоңырдың үстіне, мана қоңыр ыдысымда кішкентай қалды ғой, соған кішкене смола құйып жібердім. Міне осылай прозрачный смола құйған болатынмын. Осылай оны бетіне құйып жібердім. Менің планшетім қисық тұр екен қыздар. Сондықтан мен астына осындай таяқша салған болатынмын. Өйткені планшетім кішкене қисық тұрып қалыпты. Барлығын құйып болғасын, осылай горелкаңызбен жаңа үстіндегі шариктерін жаратын боламыз. Бұл смолада көрініп тұрса әдемі тұрмайды, сондықтан шариктерін жарсаңыздар какой-то глянцевый эффект беретін болады. Барлық жерін бірінші горелкамен осылай жарып шығамыз. Содан кейін барып фенмен үретін боламыз. Мұқият еш жеріне қалдырмай осылай шариктерін жарған болатынмын. Фенімізді қосып, мен жылға қостым. Өйткені мен смолам уже қатып бастап жатыр қыздар. Смола жылдамырақ қата бастайды. Жоғардан төменге қарай мен түстерімді бір-бірімен араластырдым. Қай жері сізге ұнамай тұр, сол жағынан бастап осылай фенмен үрлеп түстерін бір-біріне біріктірсеңіздер болады, қосылғанын байқалмай қалу үшін. Міне қыздар, жоғардан төмен қарай, төменнен жоғары қарай түстерді ойнататын боламыз.
жан жағына ағып кеткен смолаларды осылай үстіне салып жіберсеңіздер болады. Одан ештеңе етпейді. Смоланы қазір үрлеген кезде уже байқалмай қалатын болады. Бетінде қосқан түстеріміз. Негізі бұны қосып жатқан кезде қыздар өте сондай қорқыныш болады. Алғаш жасаған кезде ең бірінші енді өте қорқыныш болады. Мен дұрыс жасап жатырмын ба? Мына түспен үйлеспей қалсашы деп қорыққан болатынмын. Бірақ процесс барысында ол қалай салсам да әдемі көрінетінін түсіндім. Мен осындай дельфиндерді салған болатынмын. Бұндай бөлек сатылады. Қазір соңында көрсететін боламын қандай нәрсе екендігін. Жаңағы порошогымызды прозрачный смолаға қостық. Бұнда 20 граммдай смола алған болатын. Менде бұл көп болып қалды. Сіздер 10 грамм алсаңыздар болады. Өйткені ақ түс бізге көп қажеті жоқ болады. Мен қыздар бұл порошокты көп араластырған жоқпын. Байқағандарыңыздай, негізі бұл порошокты мұқият, ұзақ араластыру керек екен. Өйткені андай ақ порошок қалып қояды екен. Менде смоламда кішкене солар көрініп қалды. Енді мен бұны жаңадан алғандықтан мен білмедім. Сіздерге сондықтан айтып қойып жатырмын. Бұлайша порошок жақсы екен қыздар. Толқын эффектісін жақсы береді екен. Ақ түсті краскамен мұндай толқындарды шығара алмайтын едім. Мұндай краскамен жақсы шығады екен. Тек менің қателігімді қайталамасаңыздар деймін қыздар. Міне осылай үстіне тағы да қайталап жағып шықтым. Қайтадан үстінен үрген болатынмын осылай. Слишком көп те қоса бермеңіздер қыздар, өйткені астыңыздағы көк түсті түгел мына ақ толқын жауып тастаса да әдемі болмайды. Маған бұнда жолдасым көмектескен болатын қасымда. Өйткені бірнеше адамның жасағаны ол ерекше бір көңілде көтереді. Сіздерге де жолдастарыңызбен бірге жасау советую қыздар. Жолдастарыңыз осындай творчествоны жақсы көретін болса, бірге жасасаңыздар, миыңызда демалады. Бұл да шығармашылықтың бір түріне жатады. Міне үстіне құмды тағы да қою етіп қостым. Анағы тастарымды қосқан болатынмын. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша сәндейсіздер қыздар. Менде бір күн тұрған бұл жаңағы құйған сағатым жақсылап кепті. Жанындағы скотчымыз, қағаз скотчымыз жеңіл алынатын болады. Міне осылай қыздар. Мұқият барлығын өстіп шешіп алатын боласыздар, жайлап. Қыздар, бұл смола 24 сағатқа дейін негізі қойып қойған жақсы. 12 сағатта кебеді кей смолалар. Сіз отвердительді қалай қосқаныңызға байланысты кебетін болады. Сізде жаңағы помещение деген өте таза болу керек. Өйткені смола құйып болғаннан кейін үстіне шаң түспеу керек қыздар. Осындай аққан жерін осытып горелкамен жұмсартып аламыз. Сосын скотчын жайлап тартсаңыздар, өзі алынып қалатын болады. Жеңіл немесе фенмен үрлеп өстіп алып алсаңыздар болады.
бұл смалаңызды қыздар бөлек бөлмеде жасағандарыңыз жақсы. Ешкім кірмейтін, ешкім ол бөлмеде жатпайтын, немесе сене, немесе сарай секілді жерде жасасаңыздар. Себебі смаланың иісі мана айтқандай өте қатты. Үстіңізде сініп қалады, бөлмеден біраз уақыт кетпей тұрады. Бөлмені мен бірнеше күн желдетіп отырған болатынмын. Содан кейін барып иісі кеткен болатынмын. Енді смаланың түрлері көп қыздар, корейский, российский, жаңағыдай өлшеніп сататын түрлері бар. Өлшеніп сататын түрлері бір жақсы, олар арзан, бірақ иісі өте қатты болады енді. Ал енді корейский, российский түрлерін иістері ондай қатты болмайды, бірақ соған қарай бағасы да қымбат болады. Мен бұл смаланы бұрын алып қойдым. 1 килограмдығын алған болатынмын 6,5 теңгеге. Ол маған уже біраз зат құюыма көмектескен болатын. Перо жасаған болатынмын алдыңғы сабақта. Соғанда осы смаланы қолданған болатынмын. Бұдан және бір 200 грамдай әлі қалған қыздар. 200 немесе 100 грамм шығар деп ойлаймын. Сондай қалды. Біреуін алсаңыздар біраз зат жасауға жететін болады. Кішкентай бөліктерін осылай кішкене алу қиындау болады. Бірақ олар бәрібір алынады. Ендігі ортасындағы смаланы не істейміз деген сұрақ болса, қыздар айтайын. Сіздерде шуруповерт болса, сонымен бір өтіп шықсаңыздар болады. Немесе осылай жаңа горелкамен қызытып, жанын қызытқандай солай тазалап алсаңыздар болады. Бірінші біз горелкамен кішкене босатып алдық. Одан кейін наждачный бумагамен кішкене наждақтап алған болатынбыз, ортасын орап. Оны наждақтағанымды көрсеткен жоқпын қыздар. Оны маған жолдасым жасап берген болатын. Өйткені механизм салғанда механизм сыймай қалды, сондықтан істеп берген болатын. Енді сіздер шуруповертмен бір өтіп шықсаңыздар болады, үйлеріңізде болса. Қыздар, смаламыз кепті ме, кеппеді ме деп бетін ұстап қарамаймыз. Негізі 12 сағатқа шейін қозғамағандарыңыз жөн. Ато ізі қалып қояды. Міне балық осындай қыздар. Бұны тек дымқыл жерге қоймау керек екен қыздар. Мен сатып алып дымқыл жерге қойып қойғам. Осылай кейбір балықтарым цветтері бояулары ағып кеткен екен. Мен дельфиндерді осылай қиып алған болатынмын. Дельфиндер жабыстыру өте оңай. Механизм бізде российский қыздар. Осындай жоғарында летін түрімен алыңыздар қыздар. Летін түрі болмаса бөлек темірін сатып аласыздар. Бұл бұлты өзімен бірге жүретін. Одан кейін бізде тілдер. Тілдердің түсі алтын түсті, серебро болады. Немесе красный золото түрлері де болуы мүмкін. Соған байланысты қасындағы сандары да сондай түсті болу керек, қыздар, үйлесім табуы керек. Менде осындай красный золото болған болатын. Осындай сандарды қолдандым. Мен бұл сандарды ескі сағаттан алған болатынмын. Тілін ескі сағаттан алдым. Немесе осындай сандардың орнына осындай зеркальный застежка деген сатады. Бұл өзі жабысып қалады. Осындай алсаңыздар болады. Немесе осындай пластмасс сандар. Бұның қыздар ағаш түрлері де сатылады. Оны ағаш жасайтын жандардан жасатып алсаңыздар болады, сіздерге арзан шығатын болады. Мен секілді осылай ескі сағаттан алсаңыздар да сіздерге біраз арзанға түсетін болады. Механизмінде, тілдерінде ескі сағаттан алып алсаңыздар болады. Үйлеріңізде ескі сағат болса, осылай жаңа сағатқа
тағып қойсаңыздар болады. Міне мана айтқан трафарет. Бұны біз сандарымызды қалай тұратынын белгілеп алу үшін осындай материалды алған болатынмын. Бұл өте жақсы, жұмысыңызды жеңілдетеді. Мен бұрын өзіміз сызып жүретінбіз жолдасым екеуміз. Осындай трафаретті пайдаланып көрген болатынмын. Осылай точкалап алатын боламыз. Көрінбеу үшін белгіленген жерлеріміз. Енді санды қыздар деген сіздер жақын қойсаңыздар болады, немесе шетіне қойсаңыздар болады. Ол енді өздеріңіздің қалауларыңыз. Сіздердің тілдеріңіз ұзын болса, ең шетіне қойып қойсаңыздар болады сандарды. Тілдеріңіз қысқа болса, кішкене жақындатып қойсаңыздар болады. Сіздің картинкаңыздың қалай шыққанына байланысты болады. Осылай белгілеп алғаннан кейін трафаретімізді алып, енді сандарымызды сол нүктеге клейлайтын боламыз. Міне қыздар, осындай клеймен клейлайтын болам. Енді сіздер деген смоламен де жабыстырсаңыздар болады. Смоланы бөлек құйып алып, отвертель екеуін араластырып, содан кейін барып жабыстырсаңыздар болады. Немесе өзі жабысып қалатын зеркальный сандарды да алсаңыздар болады. Мен бұл клеймен клейлау білмегендіктен, бұның барлығы маған жолдасым клейлап берді. Сіздерге қазір сол көрсетіп жатыр. Бірінші клейімізді осы сағатымыздың үстіне клейлап аламыз. Ал мынандай шашатынымызды жаңағы сандарымызға, нүктелерімізге шашатын боламыз. Бұл шашатын клейге тез қатуға мүмкіндік береді. 101 клейге қарағанда қыздар, осы клей өте жақсы клей. Осы клеймен клейласаңыздар болады. Енді сандарға келгенде қыздар, сандарды бірінші белгілеп алыңыздар. 3 пен 9 дәл тұратындай қылып, сандарың жанға қарамай, осылай жоғарға қарап тұру керек барлық сан. Сонда әдемі көрінеді. Кей қыздар сандарды құлатып қойып қояды. Ол менше әдемі көрінбейді деп ойлаймын қыздар. 6 мен 12-міз бірдей бағытта, 9 пен 3-міз бірдей бағытта тұру керек. Соған мән беріңіздер. Енді қыздар, біз механизмімізді орнататын боламыз. Бізде механизміміздің ұзындығы 1 сантиметрдей, бас жағы мен 1,5 сантиметрдей болады. Осындай резинкісін бірінші артына салып аламыз. Мұқият. Сосын сағатымызды алып, астына механизмді тақатын боламыз. Ондай қиын жұмыс емес, қыздар, бұл. Міне осылай механизмімізді салып алдық. Сағатымызды жайлап жерге орнатып аламыз. Осындай темірін салып, содан кейін болтын тақатын боламыз. Бұны енді қыздар, менде плоскогубцы болмай қалды.
біреуіңіз қысқаш дейсіздер, плоскогубцы дейсіздер. Сондаймен кішкене қысып жіберу керек. Менікі ондай қатты қысылып тұрған жоқ. Сосын мынаға мұқият болыңыздар. 12 мен сіздің сағатыңыздың басы дәлме-дәл келу керек. Сонда ғана тегіс болады. Сіздер міндетті түрде қатайтып алыңыздар, қыздар. Немесе болмаса жолдастарыңызға қатайтқызып алсаңыздар болады. Міне, енді біз тілдерін тағатын боламыз. Бізде ең бірінші тағылатын бұл сағатты көрсететін тіл. Оның ортасындағы тесігі үлкен болады. Ең бірінші соны тағатын боламыз. Әрбіреуінің бұнда орындары бар, қыздар. Ол жағынан қорықпаңыздар. Бірінші бізде сағаттікі тұрады. Екінші бізде бұл минуттікі. Оны да мұқият орнатып аламыз. Жақын сіздерге көрсетіп жатырмын қалай тұру керектігін. Енді секундтың тілін орналастыратын боламыз. Ол өте оңай. Тек түзеп жіберсеңіздер, минутқа кедергі болмайтындай етіп, содан соң батарейкамызды тағатын боламыз. Осылайша біздің сағатымыз дайын болатын болады. Қазір Мориан эффектісімен және де Құран аятымен жасалған сағаттар өте сондай хит болып жатыр, қыздар. Онда да осы техника қолданамыз. Тек түстерді өзгертіп, үстіне трафаретпен аятты бастыратын боламыз. Сұрақтарыңыз болса, комментарияда жазып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Видеом сіздерге қайырлы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, мені қолдап кетсеңіздер деймін. Және менен алдағы уақытта қандай видео күтесіздер? Каналыма тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпа. Қош, сау болыңыздар, достар.